Бұл жазушы Елубай Смағұлдың 70 жылдығына арналған әдеби шара. Шараға қала мектептермен арналу, жоғарғы оқу орындарының әдебиетші мамандары, студенттер, оқушылар жиналды. Әдебиетке жазушының зиялы қауым өкілдері, қоғам қайраткерлері рухани жеңіс айтылмаған ақиқат, көзсіз ерлік деп бағалаған Ақбоз үй шығармасы оның авторы жайлы бейнефильмді тамашалаумен ашылды. Біздің іс-шарамыздың негізгі мақсаты осы ақын жазушыларымыздың олардың өнеріндегі, олардың әдебиеттегі жетіскен жетістіктері туралы олардың шығармаларына талдау жасалып, оларды жастарды тәрбиелеуге тәрбиелеудегі олардың маңызы туралы айтып өтеміз. Сонау 20 ғасырдың 60 жылдары әдебиет әлеміне туған күн атты шағын әңгімесімен келген жазушының құнды шығармасының бірі осы Ақбоз үй атты трилогиясы. Әдебиет әлеміне ұлтына қажетті өткен тарихи ақтаңдақты жастарға жеткізген жазушының құнды шығармасы. Орталықтың ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша бөлім меңгерушісі Кетебаев Смағұл Елубай қазақ әдебиетінің қазіргі заманғы классик атты баяндамасында зиялы қауымды елең еткізген осы шығарма мен оның жалғасы болған туындыларына қысқаша тоқталды. Смағұл Елубай бұл қазіргі біздің қазақ әдебиетіндегі ең ірі тұлғалардың бірі. Бұны тек қана Ақбоз үй трилогиясын алатын болсақ, осы Ақбоз үй трилогиясының өзі қазақ халқының сонау 30-шы жылдардағы ашаршылық кезінде жазылған сол туралы шығарма. Бұнда бұл ашшы өте шындықты біз совет дәуірі кезінде еш баспадан оқи алмадық. Бұны өз тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бұл шығармалар жарыққа шықты. Қазіргі уақытта осы шығармаларды жастарымыз және барлығы қазақ ұлтына тиісті барлық жандар осы шығарманы оқып танысуда. Сонымен бірге Смағұл Елубай біздің өміріміздегі, қоғамдық өмірімізге де өте белсене қатынасады. Әсіресе ол кісінің тіл туралы, дін туралы айтқан пікірлері халық жұртшылық арасында кеңінен тарап қолдау тауып отырады. Елубай Смағұлдың әдебиет саласындағы, кино, өнер саласындағы елеулі еңбектері халқына қажетті түйінді толғамдары көп. Халқымыздың салт дәстүрге, ұлттық құндылықтарға бай қазынасы қаламгер шығармаларының негізгі өзегі екені сөзсіз. Жазушының мерейтойына арналған әдеби кеш өте қызықты өтті. Жастар қаламгердің шығармашылығымен жақын таныс екендіктерін танытып, пікірлерін ортаға салды. Жалпы мұндай әдеби шығармалар жастардың рухани дамуына көп көмегін береді.